Құрметті ағайын, бауырлар, ертеңгі күн 16 желтоқсан әр қазаққа ең маңызды, ең құнды күн, тәуелсіздік күні. Оны өкінішке орай біздің қазақ әлі күнге шейін, енді бүкілі болмаса да кейбіреулері тәуелсіздік күні деп қабылдамайды. Өзім көргенім бар, талайын көрдім, естідім. Қазақ тілдісі бар ішінде, кәдімгі қазақ ешқандай орыстанданғаны жоқ. Қазақ, бірақ ансайтты отырады, кеңес одағын айтып, тағы да бірдеме Сталинді істеке дейтін, ондай қазақтарды өздеріңізді білесіз. Тәуелсіздік күні оны ұрып қойып, бұны маған қажетіне оның дейтіндер бар. Бірақ әр қазаққа 16 желтоқсан осы жаңа тарихымызда ол ең маңызды күн. Жаңа айттым, тағы да қайталап өтейін. Франклер өздерінің Бастилия қамал алыну күнін қалай өткізіп тойлайды. Америка өз тәуелсіздік күнін қалай өткізеді. Және басқа мемлекеттер, әсіресе колония болған кезінде отаршылық құрбандығы бар, жаңағы Алжир, Тунис дегендей тәуелсіздік күні оларға ең осы календарда ең маңызды, ең құнды бірінші күн деп есептеледі. Бізде ғана әдет болып кеткен 16 желтоқсанға қазақтың біразы алаңға шықпайды, бала шағасын емес, өзі бармайды, өз басына апармайды. Өткені әдет болып кеткен, әбден қалыптасып кеткен кейбір күштеріміз бар. Оппозиция, смақ, бірдеме біреулер күн жетіспегендей осы 16 желтоқсан алаңға шығып, басқа күн жоқ сияқты, ана жерде ойбайлап, жылап, сықтап, шал кет, құрыған режим, бірдеме деп, біздің тәуелсіздігіміздің мағынасын, мәнін шайып төгетін адамдар, жаңағы өз қимыл қозғалыстармен митинг өткізбекші болып, жаңағы тәуелсіздік күнін өткізу емес олардікі, наразылық білдіру деп. Оған жаңағы наразылық білдіретіндерге айтатыным бар, басқа күндер бар сізде, басқа. 15 желтоқсан бар, 17 желтоқсан бар, 4 май бар, тіпті болмай жатса. 16 желтоқсанға қарақтан тиіспендерші, ол қазақтың тәуелсіздік күні. Біз ол жаңағы кеңес одағын шықпасақ қатарынан, тәуелсіздік алмасақ, осы 16 желтоқсан біздің мерекеміз болмаса, 29 жыл, келесі жыл, бір айдан кейін 30 жылға толамыз тәуелсіздігіміз. Соны ойлап көріңізші, осы болмаса, бүгінгі күнді салыстырып, қаншама қазақ бар әлі күнге шейін орыстанған, өзіне бүкіл қабілетін, ұлттық сезім, ұлттық белгілерін жоғалтқан, қазақтығын жоғалтқан қаншама қазақ жүр. 30 жыл тәуелсіздікке толсақ та олар әлі таусылмаған. Ал кеңес одағы тарқамаса, біз соның қатарында әлі жүрсек, ондай қазақтар бүгін міне 30 жылдан кейін қанша болатын еді. Бүгінгі қанша санға 2, 3, 5 есе көп қосуға болады, ешқандай күмәнсіз. Қаншама қазір мақтауас қазақ бар, кеңес одағы тарқамаса, о мақтауас қазақтардың саны 5-10 есе көп болатын еді. Біз бүгін жүрміз, арамызда қаншама қазақтар бар, қазақ боп, қазаққа қарсы шығып отқан, қазақтың тіліне, мемлекетімізге. Ал кеңес одағы жалғасып, әлі күнге шейін келе жатса, оның жаңағындай қазақтардың саны бірнеше есе көп болады. 10 есе, 20 есе. Құдай сақтап қалды, кеңес одағы тарқады, біз тарихи шанс алдық, өз қалпымызға қайтып келіп, қайтадан мемлекет боп, келешекке бір жоспар, үміттігіміз, дамыған мемлекеттердің қатарына қосыламыз деген талабымыз бар. Оның бәрі жаңағы тәуелсіздіктің арқасында. Ертең болатын
ертең толатын күн сол 16 желтоқсан. Сондықтан енді мен өзім үй қамағында болғасын, үй қамағын ережесі бойынша ешкімді шақырамаймын, ертең алаңға келіңдер деп. Бірақ әр қазақ жыл сайын осы 16 желтоқсан күні алаңға баруға міндетті. Бала шағасын алып, балаларын ертіп қасына, гүл алып, гүл шоқы қойып, 16 желтоқсанды дұрыстап өткізуге. Жаңағы Франклер сияқты өз Бастилия алынған күнін қалай өткізеді, тура сол деңгейде біз де өткізуіміз тиістіміз. Бірақ шықпайды, ертең мен тағы да алаңға шығасындар, барасындар, көресіңдер. Бірен саран 50 шақты, 100 шақты адам келеді, азар болса 1000, 2000 адам болды. Басқалары миллиондаған қазақ осы күнді ешқалай өткізбейді. 16 желтоқсан деп үйлерінде жата береді. Ондай тәуелсіздігі маған қажет не деп жатады, өз оны құрсыншы деп жататындар бар. Сосын жаңағына 16 желтоқсанда митингке айналып жүретін біздің жауларымыз, солардың жаңағы әсері бар. Өйткені оларына алдын ала жариялап 16 желтоқсан митингке шығамыз, билікке қарсы, шал кет, Такаев мебель деп бастағасын, біздің бейшара байқұс полициямыз амалсыздан әбден үркіп қалған, шошып, өз көлеңкесінен қорқатын полиция ана жерге үймелеп, автобуспен жүздеп келеді, соны бәрі естейді, көреді, өтіп бара жатқан машинамен адамдар, сосын үйге келіп айтады, айналайын балам-ау. Немесе күйеуіне айтама, әйтеуір бармашы алаңға деп, кәдімгі аяғына жығылып, ұстап, бір жорыққа, соғысқа кетіп бара жатқандай болып, өлікке кетіп бара жатқандай болып, жібермейді. Барма, бірде орнасын, митинг болайын деп жатыр екен, жиналайын деп жатыр екен, оппозициялар жиналады екен, полиция келеді екен, бірдемеге орнасын, Құдай үшін барма деп. Ол да бар, қаншама қазақ сол үшін шықпайды. Бірақ ол ертең 16 желтоқсан алан полицияға толатын күн емес. 16 желтоқсан алан қазақ халқына толып, балаларына, әйел, кемпір шал бәрі халық боп, бір тұтас қалың халық боп, жетінен пісіріп, қолына гүл ұстап, сол жерге бару керек. Өйткені ол біздің мемлекетіміздің басты күні. Қазақтың осы жаңа тарихындағы ең маңызды күні, тәуелсіздік алған күніміз. Ол күн болмаса біз әбден сорлап, мал болып кететін түріміз бар еді. Кеңес одағы жалғасып тұра берсе, бүгіндікке қазақ болмайтын еді. Біз жүретін едік әрине, мен жүретін едім, Марғұлан Мишка боп, сен жүретін едің, Серік Серега боп. Сондықтан ағайын ертеңгі осы келе жатқан қазақ халқының тәуелсіздік күнімен құттықтай отырып, бір шақыру емес, ұсыныс ретінде айтайын. 16 желтоқсан белсенді түрде алаңға барып, қатысып, жаңағы халықпен амандасып, бір-бірін құттықтап, күліп ойнап қайтатын күн соған шақырам. Қазақстанымыз гүлдене берсін, Қазақстанымыз әбден байып, дамыған мемлекеттеріне қатарсын, жаманшылықтан, жоқшылықтан сақтасын Құдай. Басымыздан қазақтың басынан өткен, мың өліп, мың тірілген қазақтың басынан өткен көрешектеріміз енді қайталанбасын. Балаларымыз, немерелеріміз, ұрпақтарымыз, бабаларымыз көргенді көрмесін. Сол ағайын, ертеңгі тәуелсіздік күніміз құтты болсын.